30 және 31 шілдеде 10 мыңдаған адам Испанияның Сеута анклавына күшпен өтуге әрекет жасаған көші-қон дағдарысынан кейін Марокконың ұлттық кеңесі есеп жариялады. Құжатта Испанияның полициясы мигранттарға күш қолданды деген айып тағылған. Есепке сәйкес мұндай қатыгез қарым-қатынас камералар түсірмейтін жерде болған. Бұл кеңес Испания билігін алғаш рет айыптап отырған жоқ. 2022 жылы Мелильядағы шекара қоршауын жаппай бұзып өту кезінде кеңес Испанияны жауапты деп сынаған еді. Сол оқиғада 23 адам қаза тапқан. Соңғы айыптау Сеутаға сыртқы істер министрі Хосе Мануэль Альбарес барғаннан кейін бір күн өткен соң жарияланды. Ол сейсенбі күні Сеутаға барып, заңсыз кірген мигранттарды Мароккоға қайтару үшін елмен ынтымақтастықтың маңыздығын атап өтті. La integridad del espacio Schengen está totalmente garantizada en Ceuta y en Melilla. Y también, igualmente, aprovecho para plantear en Europa la necesidad de reforzar el apoyo a Ceuta, también a Melilla, y de que se tenga en cuenta su especificidad también desde un punto de vista social y económica. Алайда Мароккоға қатысты бұл оң пікірлер көрші ел Сеута мен Мелильяға аумақтық егемендік талап етіп отырған кезде айтылды. Африка құрлығында орналасқандарына қарамастан, Испанияның бұл екі автономды қаласы ешқашан Марокконың құрамында болған емес. Испанияның оңтүстіктегі көршісімен қақтығыстан аулақ болуға тырысқан министрі шекараны заңсыз кесіп өткен әрбір адам Мароккоға қайтарылатынын мәлімдеді.